қадірменді оқырмандар, Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойына арналған «Тәуелсіздік ата-бабам аңсаған» атты кітап көрменің ашылу салтанатына қош келдіңіздер. Жыл бойына ұйымдастырылып, оқырман назарына ұсынылған кітап көрме егеменді елдің тарихи шежіресін баяндайды. Биыл Егемен Қазақстан газетінде Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» атты мақаласы жарияланды. Мақалада президент бүкіл әлем елдері заң жүзінде мойындаған тәуелсіздігімізге биыл 30 жыл толатынын мақтанышпен айтты. 30 жыл ішінде әлем елдерімен тепе-теңдікке және өзара сыйластыққа негізделген жан-жақты ара қатынастар орнатылып, елімізде үлкен жұмыстар жүргізіліп жатқанын мемлекет басшысы тілге тиек етті. Бүгінде бүкіл әлем Қазақстанның бөлінбес унитарлы ел екенін танитынын да атап айтты. Летопись независимого Казахстана – это история лидерства основателя нашего государства, первого президента Нурсултана Назарбаева. Глава Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев отметил, что Елбасы было предначертано повести за собой многонациональный народ Казахстана в новую историческую эпоху. Наш первый президент с высочайшей ответственностью подошел к своей главной миссии – созданию независимого Казахстана. Бүгінгі іс-шарамызға құрметті оқырмандар арнайы шақырылған қонағымыз да бар. Тарих ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы ұлттық жаратылыстану ғылымдары академиясының толық мүшесі, халыққа білім беру ісінің үздігі Аманжол Күзембайұлы. Аманжол ағай, тұғырлы тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы құтты болсын. Әңгімеміздің басында мерекенің мәні мен маңызына тоқтала кетсеңіз. Енді адамзаттың, әрбір адамның өмірінде толып жатқан мереке болады ғой. 13-ке келіп, отау иесі болатын, шөлге толған тойы бар. Сосын өмірінде үйлену тойы, баласын туған күні сықылды тойлар көп. Халықтың толып жатқан тойлар бар, Наурыз мейрамынан бастап, жаңағы діни мейрамдарға дейін. Бірақ мына тәуелсіздік мейрамы бұл қай халықтың болмасын, бұрын отар болған, кейін тәуелсіздік алған, қай халықтың болмасын, ұлы мейрамы. Бұл негізгі мейрам. Өйткені себебі бұл тәуелсіздік оп-оңай жай өзі аспаннан түсе қалмайды. Бұл біздің ата-бабаларымыздың күресінің, қан төгісінің, тер төгісінің арқасында келген тәуелсіздік. Енді кейде мынау баспасөз бетінде адамдар арасындағы әңгімеде бұл оп-оңай келе қалды. Бұрынғы СССР-ның басшыларына рахмет. Үш славян мемлекетінің басшыларына рахмет. Олар кәдімгі сыйға тартқан сықылды болып көрінеді. Бірақ ол олай емес. Халқымыздың күнделікті күресінің нәтижесінде мен өзімнің жеке басымның тәжірибесінен айтам, мен сол тәуелсіздікті өмір бойы армандаған, аңсаған адаммын. Студент болып оқып жүргенде де, кейін мұғалім болып қызмет істегенде де, жастардың тәрбиесіне араласқан кезде де ойыма кіріп те шыққан жоқ. Мынау СССР деген үлкен ұлы мемлекет, империя құлап, оның орнына тәуелсіз толып жатқан мемлекеттер пайда болады деген біздің түсімізге де кірген жоқ. Тәуелсіздік алған кезде өзі кішкене былай абдырап қалған да жағдайымыз бар. Енді не істейміз деген сықылды. Сондықтан бұл мейрам мен жылда 2 рет тойлаймын. Біріншісі ол анау декларацияны қабылданған күні, екіншісі мінекей осы желтоқсан айында келетін мейрам. Тәуелсіздік алған заң, мен кешке таман сағат 6 кезінде үйде шай ішіп отырып естідім. Таңертең бірден барып өзімнің тегімді өзгерттім. Бұрынғы тегім Гилев болатын, жаңағы атам әбілді көрмеген адамым. Соның фамилиямды Күзембайұлы болып кәдімгі қазақшалап өзгерттім. Оның өзі үлкен қиындыққа түсті. Мен 2-3 ай жүрдім соның соңында. Ешқайсы түсінген, барған жерде ребенок должен носить фамилию отца дейді маған. Сондықтан мінекей
тәуелсіздік 86 жылдан басталды деп есептеймін мен. Тәуелсіздік алғанымыз өткен себебі 86 жыл жағдайдан кейін жұрттың санасы өзгерді. Бірден санасында тәуелсіздіктің сәулесі шықты. Сол кезде біз азат қозғалысын құрдық. Мәселен, алдыменен мына Прибалтикадағы сықылды жаңа халықтық майданды құруды ойластырдық. Одан кейін оның реті келмеді. Сосын азат қозғалысын қазір Ақатаев деген марқұм болып кетті, бір керемет ұлтжанды патриот адам бар еді. Мен сол Қарағанды облысының, Ақмола облысының, Көкшетау, Солтүстік Қазақстан облысының төрағасы болдым жаңағы. Сосын одан кейін тәуелсіздікті алдық. Сосын тәуелсіздік алғаннан кейін әлгі қозғалыстан шығып, мен енді мына халықтың рухани тәуелсіздігін қамтамасыз ету. Ол үшін не істеу керек? Халықтың рухани тәуелсіздігі ол тарихи санаға байланысты. Жалпы кез келген мемлекеттің күші сол елде тұратын халықтың санасына байланысты, тарихи санасына байланысты. Егер жаңағы ол халықтың тарихи санасы болмаса, ол елде қанша миллион халық тұрса да, ол ел жаңағы кез келген дағдарысқа төтеп берілмейді. Мына біздің қазақтың тарихи санасы мәңгілік сана. Анау заманнан келе жатыр. Біреуді ол айқын көрінеді. Екінші біреулерде ол жаңағы бұлдыр болып көрінеді. Үшіншілері мүлдем санасыз деп есептеледі, бірақ оған да түсіндірсек, ауылда мәселен жеті атасын білмейтін бала жоқ. Бала болмайды. Жеті ата деген бұл 30 жыл деп есептейді. Оны жаңағы ретіге көбейтіп жіберіп, сонда қазақтың әрбір баласы өзінің 200 жылдық тарихын біледі деген сөз. Өз елдің тағдырын өзінің тағдыры деп білетін азаматтардың бірісіз ғой. Елді ояту үшін тарихты ояту керек деген бар ғой қазақта. Аманжол ағай, өзіңіз зерттеген, өзіңіз көтерген тарихтағы тың тақырыптар жайында әңгіме қозғасаңыз. Мен енді ғылыми әрекетімді анау 65 жылдан бастадым. Қазақ университетіне тарих факультетіне түстім. Мен Қазақ университетіне тарих факультетіне түскенде Алматының өзінде, университеттің өзінде қазақтың тарихын білетін адам жоқ еді. Мен енді оны жаңағы тарихшы ретінде айта аламын. Өйткені себебі қазақтың тарихынан барлығы қашты. Тарихты айтудан қашты, тарихты жазудан қашты. Өйткені себебі менің алдымдағы ұрпақ, Ермұхан Бекмұхановтың ұрпағы, содан таяқ жеп, содан сотталып, енді оның алдындағы ұрпақ, ана Асфендияровтар, тарих жазған Тырышбаевтар, олар кетті 37 жыл білесіңдер. Сондықтан мына тарихи тақырыпқа қарау деген, тарихи тақырыпты зерттеу дегенге ешкімнің құлқы болмады. Өйткені себебі ол өзін-өзі басын бәйгеге тігумен бірдей болды. Сондықтан мен ойлап, археология деген ғылым бар. Соны іздеп бардым қысты күні жаңағы академияға. Ол жерге барсам, археологтарды таба алмадым. Олар жазды күні ғана жұмыс істейді, қыстай жүреді беттеріменен, өз беттеріменен. Сөйтсем бір жерде бір көзілдірік киген адам отыр екен. Оразақ Исмағұловпын деп танысты, сөйлесе келіп өзіміздің ауылдың өзінің туысын болып шықты жаңағы кісі. Естейтіміз бұрын. Исмағұл шалдың баласы Алматыда екен, сонда қызмет істейді екен, үлкен қызмет істейді екен, төрі екен деп естейтіміз. Сөйтсем, ол антрополог екен, сонымен мен 3 жыл бойы антропологиялық экспедицияда болдым. Антропологиямен айналыстым. Торғай даласын келіп зерттедік, мадиярларды зерттедік. Мен дерматоглифика дейді, қанның бедерін алдым. Сосын қанның группасын анықтадым отырып. Оны үйреніп алдым. Сосын жаңағы коллектор дейді, экспедиция тапқан дүниенің барлығын бір ретке келтіру дейді. Сонымен айналыстым, сөйтіп 3 жыл жүрдім. Бірақ антропологиямен ағыра айналысуға менің жаңағы мұршам жетпеді, білімім жетпеді. Ол үшін биологиядан жақсы, адамның анатомиясынан жақсы білім. Жалпы медицинадан хабарым болу керек.
Оразақ ағайдың өзі сол мединститутты бітірген. Сөйтіп мен Қарағандыға мұғалім болып кеттім. Сөйтіп қазақ тарихына кірдім, сонымен қазақ тарихымен айналысып келе жатыр. Оның бері жағында жаңағы 70-80 жылдары халықтың санасы ояна бастады, шындығын айту керек. Мына ел басында Ильяс Омаров сықылды адамдар болды, Салық Зиманов сықылды адамдар болды, Сұлтан Сартай сықылды, Мараш Қозбаев сықылды адамдар жаңағы біздің тарихқа қызығушылығымызды оятты. Мәселен, Салық Зиманов өзі заңгер болғанымен тарихтан көп кітаптар жазды. Соларды оқыдық. Сөйтіп қазақтың тарихшысы болып кеттім. Қазақстан тарихының алғашқы Қарағанды университетіндегі кафедрасын басқардым. 17 жылдай археология экспедициясын басқардым. Этнография экспедициясының негізін қаладым. Осы күнге дейін жұмыс істеп жатыр. Қазір 81 жылы ұйымдастырғам, содан қазір жұмыс істеп жатыр. Сөйтіп келіп, жаңағы оқулық жазуға мәжбүр болдық. Өйткені себебі тәуелсіздік алғаннан кейін балаларға оқулық жоқ, Қазақстан тарихын кіргіздік. Басында жүрдім мен соның Өзбекәлі Жәнібековтің арқасында, Шайсұлтан Шаяхметовтің арқасында Қазақстан тарихы 221 сағат болып мектептің программасына кірді. Оны кіргізгеннен кейін министрліктері енді оқулығын жаз деді маған. Содан оқулық жаздық. Оны ол кезде орысша жазуға мәжбүр болдық. Қазақша оқитын адам аз болды ол кезде. Сондықтан «История дореволюционного Казахстана» деген 93 жылы алғашқы кітабым шықты. Одан кейін ана балам өсіп университет бітіріп, ол маған қосылды, екеулеп жазатын болды. Сөйтіп ол кітабым менің 10 рет шықты. 10 басылымы болды. 7-ші басылымын Санкт-Петербургте шығарды. Орыстар қызығып, соны сол жақта шығару керек деп, сол жақта шықты ол кітап. 7-ші басылымы. 8-ші, 9-ші, 10-ші басылым осы Қазақстандағы шықты. Қазір бүкіл ел жұртқа тарап кетті. Сонымен жаңағы халықтың рухани тәуелсіздігін алу үшін жаңада айттым, мен тарихи сана керек. Тарихи сана ол кітап арқылы жетеді. Осындай хабарлар арқылы жетеді тарихи сана, сонда ғана қалыптасады. Үйде отырып өз тарихи сананың 4 түрі бар. Ең бір түрі алғашқы қарапайым түрі, бұны қарапайым сана, обыденный сознание дейді орысша. Қарапайым сана. Қарапайым сана бәрінде бар. Елдік ауылдағы мал бағып жүрген ағайынның да қарапайым санасы бар. Бірдеңе біледі тарихтан. Кез келген үйде отырып, үй шаруашылығымен айналысып отырған әйелдер де қарапайым санасы бар. Теледидар көреді, ептеп кітап оқиды. Үй шаруашылығындағы әйел ештеңе білмейді деп айтуға болмайды. Өйткені ол бала тәрбиелеп отыр, ұрпақ тәрбиелеп отыр. Алдымен солар мәдениетті болу керек, алдымен солар білімді болу керек. Сонда ғана олар білімді ұрпақ тәрбиелейді. Сосын екіншісі дидактикалық сана дейді, оны мектепте береді. Мәселен, 5-ші класстан бастап, 11-ге дейін жас мөлшерді қарап, дидактикалық сана. Үшінші сана мынау телевидение, газет, журнал қалыптастыратын сана бар. Кітапхана деп басып кетсеңіз. Кітапхана бар, осы сана береді. Сосын енді тарихи сананың ең жоғарғы түрі бұл ғылыми танымдық сана. Біз сонымен айналысып жүрміз. Ғылымдық танымдық сана. Мемлекеттілігіміздің мыңжылдықтар тарихын ата-бабаларымыздың әлемдік өркениетке қосқан орасан зор үлесі деп білеміз. Дұрыс айтасыз. Ұлттық тарихымыздың жазылуына, зерттелуіне қандай баға берер едіңіз? Ауызды қушөппен сүртуге болмайды. Бұған дейін де, тәуелсіздік алғанымызға дейін де жазылған дүние Құдайға шүкір болды. Біз өзіміз жазбағанымызбен біздің көршілеріміз жазды. Анау антика заманынан бері көшпенділер тарихы жазылып келе жатыр. Анау Геродоттан басталды. Тарихи шығармалар. Тарихи шығармалардың қаншамасы мынау Қытай тілінде жарық көрді.
қаншамасы мынау орыс тілінде жарық көрді. Анау Василий Никитич Татищевтен бастап, анау Миллерден бастап, Август Шлецерден бастап, 18-ші ғасырда кешегі бүгінгі мына Вадим Трепаловқа дейін қазақ тарихына арнап жазған еңбектер шаш етектен. Біздің кеңес тарихшыларында жазған анау Асфендияров пен Тырышбаевтан бастап, осы күнге дейін жазған шығармаларда шаш етектен. Ал енді тәуелсіздік алған жылдары қазақ тарихына арнап жазбаған газет, оған арнап жазылмаған журнал, шықпаған брошюра, шықпаған кітап жоқ. Кітап дүкеніне барсаң, жаңағы қаптап тұрады тарихқа байланысты дүние. Енді басқа әңгіме, ол қалай жазылып жатыр, оны кім жазып жатыр, әңгіме сонда. Асфендияров қазақ тарихын жазған, ол дәрігер. Тынышбаев, ол инженер. Шәкәрім діндар адам. Мәшһүр Жүсіп Көпеев діндар адам. Көрдіңіздер ме? Ең алғашқы кәсіби тарихшы бұл орыстың Левшин дейді, Алексей Ираклевич деген кісі. 3 томдық жазған 19-ші ғасырдың басында, 20-ші жылдары. Әрине, ол империялық тұрғыдан жасалған, факты деген көп. Біздің қолымызға түспейтін документ өзі айтады. Мен ол қағаздарды көтергенде менің қолымда ұстай алмадым, жидіп, бәрін шашылып қалды. Ол оны пайдаланды, біз оны пайдалана алмаймыз. Біз енді екінші қолдан, сол арқылы, Левшин арқылы. Левшиннің концепциясын алып тастап, фактілерін пайдалануға болады. Ең алғашқы кәсіби тарихшы, ол қазақ тарихына мойын бұрған, ол әрине Ермұхан Бекмұхан. Өкінішке орай ол кісіні мен оқи алмадым. Бірақ ана жер дегенде сол несінің Европтың жанында тұрдым. Ол бізге сағат бермей ауыртсақ, сол қайтыс болды. Ең алғашқы кәсіби тарихшы сол. Екінші ғұлама тарихшы ол Әлкей Марғұлан әрине. Онымен мен көп табақтас та болдым, сырлас та болдым Әлкей Марғұланменен. Бір көріп барып, қартайып қана барып, ол кісі қайтыс болды. Одан кейінгі, Марғұланнан кейінгі ғұлама тарихшы әрине біздің жерлесіміз Манаш Қозыбаев. Мен 11 класты жерден бітіріп кеттім интернаттан. 11 класты бітіріп барып, Амангелдіге барып, Крупский совхозында грузчик болып істедім. Нағашыларым болды да сол жақта. Сосын келесі жылы, 65-ші жылы барғаннан 2001-ші ол кісі қайтыс болғанша Манаштың жанында. Сол кісінің арқасында мен университет бітірдім деп есептеймін. Сол кісінің арқасында мен ғылым кандидаты болдым деп есептеймін. Соның жаңағы итермелеуіменен, түрткілеуіменен ғылым докторы болдым, әйтпесе жүре беретінем осы уақытқа дейін салпақтап. Мәселен, сол кісінің түрткілеуімен мен ғылым докторы болдым. Оқулық жазып, сол оқулығымды қорғадым. Диссертацияға. 93 жылы. Сондықтан оның жаңағы жұртқа сыртқа айтқанда сырын білемін, оның ешкімге айтпағанда сырын білемін. Өзінің жаңағы жұбайы Сарапамыздың, апа деймін мен оны, кісіні жеңге деп айтпаймын. Сарапамыздың білмейтін сырын ол кісіні мен білемін. Өйткені мен ылғи ол кісінің жанында жүрдім. Менен көп сұрайды барған жерден. Қазақтың жаңаша тарихы қашан жазылады? Қазақтың жаңа тарихы ешқашанда жазылмайды. Тарих ол дүние емес, жаңасы болатын, ескісі болатын. Ол тарих, ол жыл сайын толыға береді. Мәселен, менің студент кезіндегі тарихты ине деп есептесем, қазіргі тарих бұл жаңағы 2 метрлік сарық. Қаншам арасында миллион есе көбейді. Өйткені себебі қазір шетелге барған адам, көкірегі ояу, көңілі ашық барған адам міндетті түрде сол жақтан бірден алып келеді. Міндетті түрде кітапханасына барады, оның жердің қазаққа байланысты материалды алып келеді. Қазір тек қана Қытайдың өзінен әкелінген 50 мыңға жақын құжат бар.
50 мыңға жақын құжат бар, Қытайдан ғана әкелінген. Оқылмай жатыр. Әкелген дүние оқылмай жатыр. Оны оқитын адам жоқ. Қытай тілін білетін қазақ бар, бірақ ол ана ескі иероглифін білмейді. Ескі иероглифін білсе, сол көздегі Қытайдың тілін білетін адам жоқ. Қытайдың бүгінгі тіліменен ол көздегі тілі басқаша. Көрдіңіздер ме? Әкелді, сол жатыр. Ол оқылады түбі. Қазақтың бір әйелі сондайды оқитын бір бала табады түбі. Сол бала оқиды. Ол оқыған кезде ана тарихқа тағы да жаңалық кіреді. Тағы да өзгеріс кіреді. Жыл сайын жаңа біздің қазіргі негізгі міндетіміз концепциясын жасау. Тарихтың концепциясы. Концепция деген не бұл? Концепция деген жаңағы ұстанымдардың, принциптердің жиынтығы. Бірінші концепция қазақтың тарихына қазақтың көзімен қарау. Егер сен қазақтың тарихына Қытайдың көзімен қарасаң, орыстың көзімен қарасаң, сен шындықты жаза алмайсың. Ана деректерде кездесетін неше түрлі сөздер бар. Төбе шашын тік тұрды дейді. Оны бір орыс түсіндіріп айта алмайды. Қазақ түсінеді төбе шашын тік тұрды деген не екен. Мәселен, сондай сөздер көп болады деректерде. Бұл бірінші принцип. Екінші принцип бар. Тарихты, қазақ тарихын зерттеп отырған адам мақтанышпен зерттеу керек. Ұялмай мақтанышпен зерттеу керек. Өйткені қазақтың тарихында ұялатын беттер жоқ. Қайғыратын жерлер бар, көзге жас келетін жерлер бар, мәселен, өкінетін жерлер бар. Бірақ жұрттан ұялатын іштің істеген жоқ біздің бабаларымыз. Сөйтіп, ана екінші принцип мақтанышпен жазу керек. Сосын үшінші принцип бар. Оны объективность дейді, оны әркім әртүрлі түсінеді. Өзін аудара алмай жүрміз, шынайы дейміз, дұрыс дейміз. Объективность деген. Саған ұнай ма, ұнамай ма, мәселен, шындығын айтуға тырысу керек. Сосын төртінші принцип бар, төртінші дерекке байланысты. Анадан естідім, мынадан естідім, одна бабка сказала деген сықылды. Ондай деректерді пайдаланбау керек. Бір уақиға жөнінде кем дегенде үш дерегін болу керек. Бірінші сөздерден шыққан археологиялық. Қазба нәтижесінде табылған артефакт. Екінші ол ауыз әдебиетінде бейнелену керек. Үшіншіден оған жаңағы жазбаша дерек табу керек. Осы үшеуін салыстырып отырып барып тарихтың шындығына жетуге болады. Бұл бір төртінші принцип. Сосын бесінші негізгі принцип бар. Бесінші. Не дейді қазақта? Шымшық сойса да қасапшы сойсын дейді. Шымшық сойсын. Бізде тарихпен айналыспайтын адам жоқ осы кезде. Инженер де айналысады, анам менің Қойшыкүн ағам да айналысып жүр, журналист. Осы жерде Орманов деген ағам бар, ол да сол тарихпен айналысады. Тарихи принциптерді білмейді бұлар. Инженерлер жазады, жазушылар жазады, журналистер жазады. Ана Мұхтар Мағауин деген ағамыз бар. 4 топтық қазір Шыңғысхан жөнінде кітап жазды. Ол ғылыми әдемі, оқысаң жаңағы айызың қанат. Қазақ болып туғаныңа мақтанасың, қуанасың. Бірақ ол кісі тарихи шындықтан алыс, ананы оқысын, қызықсын деп ол жаңағы болған оқиғаны, болмаған оқиғаны болғандай қылып, болған оқиғаны құдай ұрғандай қылып жазады. Сондықтан 5-ші принцип тарихша айналысу керек. Міне осындай принциптер толып жатыр оның барлығын. Енді қазір әнеугі президенттің сөзіне байланысты дұрыс кітаптар шығу керек. Жаңа концепция болу керек дегеннен кейін, осы кеше ғана Зиябек Қабылдиновпенен Еркін Әбілді министр қабылдап тапсырма берді. Жаңа концепцияның негізгі принциптерін жасаңдар деп.
соны алып келіңдер деп. Соны жасап алып келіп. Ол концепцияларда бәрібір ол да ертең ескіреп тозады. Жаңа нелер шығады. Баяғыда біз мынандай компьютер дегенді білдік пе? Сорлап машинкаға басып, бірнеше рет басып сөйтіп біз сорлайтынбыз. Бұрын Москваның архивтеріне кіре алдық па? Кіре алмадық. Дана тіпті мына кітапхана бар, Пушкин Ленин атындағы публичный библиотека дейді. Соған осы жақтан баратынбыз, 10 күнгі билет алып, гостиницаға жататынбыз. Соған 6-да таңертең тұрып, кезекке тұрып, кіретінбіз сорлап деген. Оның өзінде жаңағы керек кітаптарыңды кейбіреуін беріп, кейбіреуін бермейді. Мәселен, кейбіреуін іздейді, кейбіреуін іздемейді. Мен сықылды жаман қазақ үшін ол қотарып жүрміз оны. Жоқ деп айта салады, жібересің адам енді. Шифр жоқ деп қайтып келеді кітап мәселен. Аны қазір бір жерде Щербина деген бір статист болған. Щербина деген. Мына біздің ауылдарда болып 13-ші жылы. Ауылдағы жаңағы мынау Айранбайдың жаңағы Бүркітбай деген інісі бар. Онда 12 бала, мынада 5 бала, 2 әйелі. Үйінде неше күрек, неше айыр, неше жылқыс, неше түгел статистика жасаған мен қарада. Бірінші ауыл дейді, менің ауылым бірінші ауыл. Соны мен Москвадан алып, әлгіні маған 2 сағатқа ғана берді кітапханада. Өйткені бұны оқимын деп отырған адам көп. 1000 бет, соны жай ғана 20 бетін түсірдім, неге кісеркістің жаңа шыққан кезі. Енді бірау жаңағы неді қарап отырсам, компьютерді қарап отырсам, электронный варианты бар. 2 пашка 500 беттен 2 пашка қағазын бетіп, түнілей отырып, жаңағын распечатать етіп алдым. Сондықтан қазір условия дейді ғой, өзгеріп жатыр. Нағыз қазір ғылыммен айналысатын заман. Бірақ өкінішке орай қазір шетелдің Ресейдің архивтеріне кіргізе бермейді. Оның архивіне кіретін совет заманында 3 допуск болатын. Допуск номер 1, допуск номер 2, допуск номер 3 дейді. Соның допуск номер 1 деген болатын. Соның өзінде де маған кейбір КГБ-ның архивтерін бермейтін. Ал қазір енді тіпті бұрынғы партияның архив дейді, қазір президенттің архиві бар. Сол жерге кірсеңіз, ана кейбір документтер бар, оқуға болады, сен оқисың, бірақ ана жазатын кітабыңа неге кіргізуге болмайды, жариялауға болмайды. Осы күнгі дейін солай. Міне кітап міне тарих теориясы мен методологиясы. Бұл Қазақстанда бұндай тақырыпта қазақ тілінде де орыс тілінде кітап жоқ. Мынау әлгі рет басылған кітаптың 8-ші басылымы. Тағы керек болса, тегін бір 20 экземплярын береді. Құрметті оқырман, кітапхана қорындағы кітаптар мен мерзімді басылым беттерінен жасақталған тәуелсіздік ата-бабам аңсаған атты кітап көрменің бірінші бөлімі Ұлы дала ұраны мәңгілік елдің мұраты мен мақсаты деп аталады. Арнайы ұйымдастырылған көрменің негізгі мақсаты тәуелсіздік алғаннан кейінгі Қазақстанның дербес мемлекет ретінде қалыптасу тарихына шолу жасау. Сындарлы жылдар ішінде Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың кемел саясаты мен ерен еңбегінің арқасында еліміздің жеткен жетістіктері мен толайым табыстарын, сондай-ақ Қазақстанның қоғамдағы саяси, экономикалық, әлеуметтік және рухани игі өзгерістер белесін көпшілікке таныту. Ұлы даланың қорғаушылары кітабы құрастырған Бүркітбай Аяған, Алматы қаласы Тауқайнар баспасынан 2016 жылы жарық көрген. Аталмыш фотокітап Қазақ хандығының құрылуының, тәуелсіз мемлекеттіктің тұғырнамалық негізі болып табылатын Қазақстан аймағында өткен процестердің қалыптасуының тарихи сипаттамасы есебінде. Бұл кітап Қазақ хандығының құрылу кезіндегі халықтың ерлігін, тәуелсіздік жолындағы жеңісті шайқастарын, толассыз еңбегін қамтыған. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті бұл турасында былай дейді: тек әр ұрпақ аталардың даңқты ісін жалғастырып, өз елінің беделін одан да жоғары көтерген елді ғана болашағы жарқын әрі беделді болады. Бүгін біз Қазақстанның қазіргі ұрпағының ұлы бабалар өсиетіне адал болғанын,
ел беделін тарихта бұрын соңды болмаған деңгейге көтергенін сеніммен айта аламыз. Первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Хроника деятельности. Астана, Елорда, 2002. 19-томное издание охватывает период 1990-2014 годов и включает в себя 19 томов. Первые 5 томов посвящены 1990 годам и сгруппированы по двухгодичному принципу. Каждый из последующих томов, описывающих период с нулевых по 2014, отражает события одного года. По своему содержанию и техническому исполнению подобная хроника не имеет аналогов на всем постсоветском пространстве. Каждый том включает в себя книгу и мультимедийный компакт-диск, представляющий собой самостоятельные информационные продукты. В книге дается обзор основных мероприятий с участием главы государства как внутри страны, так и за рубежом, включая совещания, деловые встречи, крупные общественные и политические акции, рабочие поездки по регионам республики, зарубежные визиты и другие. Наряду с этим, в интересах большей информативности, в многотомнике представлены тексты наиболее значимых выступлений Нурсултана Назарбаева, перечни законов Республики Казахстан и указов президента за указанные годы. Наиболее важные мероприятия иллюстрированы фотографиями, что дает возможность читателю погрузиться в атмосферу описываемых событий. Назарбаев Нурсултан Әбішұлы, көші-қон және қазақ әлемі кітабы, баяндамалар, мақалалар және сыр сұхбаттар. Астана қаласы Фолиант баспасынан 2017 жылы жарық көрген. Дүниежүзі қазақтарының 5-ші құрылтайына орай жарық көріп отырған бұл кітапқа Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың еліміздің тәуелсіздік жылдарындағы көші-қон саясатына, сондай-ақ халқымыздың мәдениеті мен тарихына, бүгіні мен болашағына қатысты сөйлеген сөздері, жасаған баяндамалары, жарық көрген мақалалары мен бұқаралық ақпарат құралдарына берген сыр сұхбаттары топтастырылған. Кітап көпшілік оқырман қауымға арналған. Құрметті оқырмандар, ұлы дала ұраны мәңгілік елдің мұраты мен мақсаты деп аталатын бұл бөлімнен Қазақстанның берік әрі тұрақты даму жолының жүйелі бейнесі жайлы ақпаратқа қанық боласыздар. Ценность литературного творчества наших земляков заключается в том, что оно расширяет и обогащает нас знаниями о родных местах, прививает нам любовь и уважение к истории и культуры родного края, помогает полнее ощутить и осознать связь литературы с жизнью, помогает понять духовную сущность современного человека, воспитанного на богатейшей истории и культуре Кустанайской земли. Бүкіл өмірін өзінің сүйікті халқына білім беру жолындағы ағартушылық қызметіне арнаған ұлы ұстаз Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдық мерейтойына орайластырған кітап көрменің 2-ші бөлімі «Даланың дара ұстазы» деп аталады. Әрбір заман, әрбір тарихи кезең, саяси әлеуметтік құбылыстар өзінің дарынды өкілдерін жарыққа шығарып отыратыны белгілі. Олар елінің мұң-мұқтажын көре біліп, туған халқының игілігі үшін бар күш-жігерлерін жұмсаған біртуар тұлғалар ретінде ұлт тарихынан орын алып отырған. Мұндай азаматтардың игі істері ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, елдің тарихи, мәдени өміріне елеулі ықпал етіп келген. Қазақ халқының тарихында аса көрнекті орын алған осындай тұлғалардың бірі Ыбырай Алтынсарин. Бұл бөлімде кел балалар оқылып, Алматы қаласы Атамұра баспасынан мұқабасы жаңарып 2014 жылы жарық көрген педагог, ғалым, жазушы, ақын Ыбырай Алтынсариннің ұрпақтарына қалдырған Кәусар мұрасы топтастырылған еңбегін назарларыңызға ұсынып отырмыз. Ерекше сіздердің назарларыңызға аударғымыз келетін келесі кітап Ыбырай Алтынсарин, Шәкәрім Құдайбердіұлы, құрастырған Рахметолла Башарұлы. Алматы қаласы Қазақ энциклопедиясынан 2017 жылы жарық көрген. Тұлғалар топтамасы бойынша баспадан жарық көрген бұл кітап қазақтың ұлы ұстазы мен ойшыл ақынының өмірі мен шығармашылық жолдарына жаңаша көзқараспен талдау жасатып, зерттеу мақалалардан құрастырылған. Оқырман қауым бұл еңбектен ұлы бабаларымыздың төл шығармалары мен хат есептері мен естеліктері мен танысады. Все труды Ыбырая Алтынсарина носят не описательный, а четко выраженный воспитательный характер и свидетельствуют не только о жанровом разнообразии, но и показывает их автора как одного из создателей казахского литературного языка.
Всего Ибрай Алтынсарин создал более 115 больших и маленьких произведений вместе с переводами. Среди его художественных произведений опубликовано лишь 21 стихотворение, 47 рассказов, 8 басен и 11 образцов казахского фольклора. Также великий просветитель перевел ряд произведений русских писателей: басни Крылова, рассказы Толстого, сказки Салтыкова-Щедрина, стихотворения Пушкина, Лермонтова, Некрасова, труды Ушинского. Сүмбеш Шырақ авторы жерлесіміз Серікбай Оспанұлы Қостанай қаласынан 2016 жылы жарық көрген еңбек. Автордың бұл еңбегінде ұлы ұстаз Ыбырай Алтынсариннің тұлғасы, дүниетанымы, шығармашылық қырлары, ақындық ортасы, ақын шәкірттері, зерттеушілері, жанашырлары, үш жұрты, өз жұрты, қайын жұрты, нағашы жұрты, жұмбақ қазасы жайында әңгіме болады. Кітапта бұрын еш жерде жарық көрмеген архивтік құжаттар да бар. Жинақ жоғары оқу орындарының оқытушыларына, ұлы ағартушының өмірі мен қызметі жайында тереңірек білгісі келетін жалпы оқырмандарға арналған. Біз Ибрайды білеміз бе? Ұлы ұстаз жайлы елу сұрақа, елу жауап. Знаем ли мы Ибрай Алтынсарина? 50 вопросов и 50 ответов. Костанай, КМПИ, 2016. Написан на 3 языках – казахском, русском, английском. В сборник вошли отдельные труды деятелей науки Казахстана об Ибрай Алтынсарине и ответы на вопросы студентов и учащихся на 3 языках. Алғашқы қоңырау роман авторы жерлесіміз Жайсанбек Молдағалиев Алматы қаласы Жалын баспасынан 1978 жылы жарық көрген. Бұл кітап ұлы ағартушы демократ Ыбырай Алтынсарин жайлы қазақ прозасындағы тұңғыш роман. Ыбырайдың қазақ даласында өткен ғасырдың 60 жылдары тұңғыш мектеп ашуы және сол заманның тыныс тірлігі мен ағартушылық қоғамдық қызметі бұл шығармаға негізгі арқау болған. 3-й раздел книжной выставки «Тарих Айнасында» посвящен 85-летию Костанайской области. Лихачев писал: огромную роль в формировании интеллигентности играет память, которая связывает человека с его прошлым. Огромную роль на этом пути играет книга, являющаяся проводником в разные эпохи и к другим народам. Постепенно расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своей стране, к ее истории, ее прошлому и настоящему, а затем с человеческой культуре. В этом году Костанайская область отмечает 85-летний юбилей. Книга «Тарих Парактары. Истории строки» – историко-публицистический сборник материалов о ее славном пути на протяжении 80 летий. На основе документальных материалов осмыслена история становления и развития области, ее современный экономический потенциал, духовная сфера, культурный слой. Авторы постарались с теплотой рассказать о ратном и трудовом подвигах костанайцев в годы Великой Отечественной войны. Костанайлықтар еңбек ерлері, костанайцы герои труда. Бас редактор Кенжебек Укин. Костанай қаласы, Костанайский печатный двор баспасынан 2018 жылы жарық көрген. Костанайлықтар еңбек ерлері кітабы Костанай өңірінде ғана емес, бүкіл Қазақстан үшін еңбек сүйгіштігі, жауапкершілігі, өзіне және өмірге деген шынайы және адал көзқарасы нағыз үлгіге айналған адамдар туралы әңгімелейді. Эта книга о тех, кто уже стал национальной гордостью нашей страны, о хлеборобах и врачах, агрономах и доярках, те, кто своими рекордами на трудовой ниве показывал пример для других. В книгу вошли такие известные имена, как человек-легенда Бородин Андрей Михайлович, Кенжебек Укинович Укин, герой социалистического труда Камшат Данинбаева, имя знаменитой казахстанской трактористки вписано в историю не только нашего края, но и всей страны, и многие другие. Тәуелсіздік атты ұлы жеңіс қазақ халқына еркіндікпен қатар шабыт та ала келді. Елін, жерін, тілін құрметтейтін, өз отанын сүйетін от жүректі өжет мінезді шәкірттеріміз кітапхана ішіндегі толқын шығармашылық студиясының мүшелері Сейітхан Рахат, Дилназ Бектөре, Төлеубек Сандуғаш тәуелсіздікке арнаған тырнақалды туындыларын тарту етпекші. Қабыл алыңыздар. 16 желтоқсан қасіретті ұлы күн, ұмытылар жадынан сызып тастар мұны кім? Қан төгілді жазықсыз еңіреген жастардың тәуелсіздік жолында ерлігін мен ұғындым. Шежіресін елімнің шертіп көрсем ойланы,
ата-бабам күрескен егеулі найза қолға алып, сан ғасырға ұласқан тарихтарда жазылған, ұлтарақтай жер үшін соғысқаны боланық. Батыр, қайсар, қазақ дейтін өр халықтың ұл-қызы, желтоқсанда жалын атқан келте болды ғұмыры. Апағалар алып берген бейбіт елдің таңы үшін төбемізде жарқырайды тәуелсіздік жұлдызы. Тәуелсіздікке тартып, арман болған бостандығы мақтаным, сымбат сұлу арай шашып атқаным, қымбат маған мойындауы ғаламның жер бетінде қазақ атты ел бары. Дербестікті тіледік біз сан ғасыр, шыға алмадық одауынан жанашыр, қазақ бірақ сергек жатталанда тұрғанындай керей Жәнібек бек асыл. Зая кетпей 6 ғасыр төккен жер, бар орнады бабанары шөккен жер, хан осы Қасым, Тәуке, Абылай, есім Жәңгір көсем болып өткендер. Іске асырып сенім дәстүр шешімін, тербетейік тәуелсіздік бесігін, елім менің Қазақстан марқайсын таныстырып әлемге от есімін. Тәуелсіздік туы тұрсын желбіреп, қырдақына жазықтарды бүлдірлеп, аспанымыз ашық болсын ағарай, шұғыл алып танымызда елжіреп, жарық жанып аспандағы жұлдызын. Берекелі өрнектелді бақ күзін, менің елім байсалдыда бақытты, тілейтінім жарқырасын нұр жүзін. Тәуелсіздіктің жолында қазақтың кеткен басы көп. Тарихымды ақтарсам, әйтеуір толған қасірет. Қазағым қазақ болсын деп, керейменен Жәнібек қазақ хандығын құрып еді. Онан төмен түсейін. Керейлердің ұрпағы жоңғарға қарсы тұрып еді. Есім хандар мешелгі жағаш бастай қылып еді. Исатай Махамбеттерің Жәңгір ханда жығып еді. Онан төмен түсейін. Хан кененің тұсында қазақтың кең жеріне орыстар сызып кіріп еді. Бей болыстарын сол кезде орыстардан пара алып, қазағымды ол сатып, өшпейтін қылмыс қылып еді. Олардың соңғы ұрпағы қайраттар неткен жасық еді. Азатта ғажап өмірді қазаққа мәңгі нәсіп еді. Өткенімізді ұмытсақ, болашақ бізді кешірмейді деген ұлы даналық сөз бар қазақта. Осы даналықтың әрдайым оқырман жадында сақталғанын қалаймыз. Тәуелсіздігіміз тұғырлы болғай. Осымен іс-шарамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.